Ал неке хандар қоржынды тігіп дайындап болдым. Мына жерлерінен негізінде жіп өту керек былай, мынаның үшеуін қатарынан. Мынаның бордовый oldu, мына шетін тоже бордовый тіктім. Ақпен кішкене өңдерін ашып, мыналарды клеймен жабыстырдым. Мынау басқа не болды қапқа. Кетті ғой жұмыстыққа. Осындай. Хандар, енді сіздермен жаңа қоржынды жасайық. Маған қандай заказ берген қоржын. Дәптердің размерінде деді примерно. Дәптерді міне кішкентай 12 беттік дәптер. Соны өлшейміз. 17-де 20 болып тұр. Мен кішкене ғана оны үлкейттім. Қанша алдым мен? 21 алдым. И 17 жарым бұттым, Сразу екі жағы теңдей болу үшін қағазымызды бүктеп аламыз. Қағазды қаншаға бүктейміз? 10-нан алдым. Міне мына жағы 10 сантиметр. 7 қылдым. Мен бұлайнан жасадым. Домалақ кішкене мынау кеңдеу болсын деп. 17 қыламыз. 17. Любой нәрсені қағазға сызып алып үйренсеңіздер, өздеріңізге ыңғайлы. Лекаласы қашпайды. Матаға сызсаңыз, ол уже нетіп тұрады. Неге мына жерді сыз қойын, сіздер көрініп тұрсын. Енді мына етек жағын бізге домалақ қылу керек. Оны любой затпен, менде мысалы дайын сызғыш бар. Сіздер мысалы мынандай крышкамен істесеңіздер де болады. Бүйтіп мына жерін домалатып жіберсеңіз. Мен бұлай істей салдым, мен кішкене бұлай домалата салдым. Мынау сгиб жасадық қой. И бұлай кесіп аламыз қазір. Сіздерге бір совет, екі қайшы болу керек. Сіздерді обязательно біреумен мата кесесіздер, матадан басқа ештеңе кеспейсіздер. Егер матадан басқасын кессеңіздер, кеспей қалады қайшыларыңыз. И біреу жаңа синтефон, қағаз не кессеңіздер де сондай. Мынау менде сондай қағаз кескендерге арналған. Мысалы, бұлай кесіп көрсете берейін. Жиырмада 17. Мынау қоржынның өзі деп алайды. Енді бұған крышкасы керек. Крышкасын енді кішкене бұлайнан кішірейтіп, тағы бір лекала жасап алсаңыз болады. Мен мінекей жасап алдым осындай лекалалар. Біреуін бұлай, и біреуін бұлай мінекей. Портфельге ұқсайды бұл жағынан. Мінекей фетадан кесіп алдым. Мен 3 түрлі жасайын. Мынау бізде жаңаға основной несі. Лишний заттар бапсайын. Мынау основной, мынау арты, мынау алды. Жаңа крышкасы. Енді осыны осылай істесеңіз, қазір мынаны ашқаннан кейін мына жақты енді кішкене бүйтіп ойып жерсе де болады, аузын чуть-чуть ойып жеретін шығар. Бұл жаңа аузы кішкене неудобный болады кіріп шыққанда. Сол үшін мынаны полностью бүйтіп айландырып өлшеп шықтым, қанша болатынын. Бұлайнан тігінен қойып 50 сантиметр болды менде. Мінекей 4 сантиметр алдым. 1 сантиметр тігіске кетеді, 2 сантиметр ширинасына жетеді деп ойлаймын. Мінекей бұлай алып, мына қоямыз. Және де мына крышкасына да осындай. Крышкасын бойын өлшейсіздер, қанша болып тұр сіздерде? 20 болды ғой жаңа, Мен 21 болып кетті. 21 қып осылаймен мына жерге. Мынаны бірінші мынаған тігіп аламыз, потом мынаны тігеміз. Или бірінші мынаны айландырып тігіп алыңыздар. Потом барып мынаны тігіп алыңыздар сөйтіп. И потом уже мынаны былай тігесіздер. Мынаны былай тігесіздер.
Сонда кішкене крышкасы ашып жабылғанға ыңғайлы болады. Одан кейін бұл қоржын мен мектепке жасап жатырмын. Жаңа бастауыш сыныптарға. Бұл қоржын ілініп тұру керек. Ілініп тұру үшін мен мынандай 4-те 9 сантиметрден былайынан. Қазір бұны да бүйтіп мына жаққа қоямыз 3 жерден. Бүйтіп 1 сантиметр тігіске жіберіп, мына жерден бүйтіп жіп өткізеді, іліп қояды. Біткен кезде көрсетем, қандай болады. Короче, түсінікті деп ойлаймын. Мынау былай ілініп тұратын болады. Өстіп тігеміз. Енді жаңа фетрға қалай қоясыздар? Фетрға менен мынаны жасап алдыңыз. Былайынан сызып шығасыздар барлығын. Қағаз лейкалаңыз болса, қағаз лейкала. Сонымен қойып, бүйтіп қойып шығасыздар да, бәрін кесіп аласыздар. Все, потом тігеміз. Міне, жаңа бастауыш мектебіне қоржындарын пішіп дайындап қойдым. Енді тігу ғана қалды. YouTubeға да видео түсіріп жатырмын. Осы туралы бұйыртса салып отырамын, бөлісемін сіздермен. Ал ханымдар, мінекей мынау жаңа қоржын шетін біз өлшеп 50 сантиметр 50-де 4 осындай кесіп алып едік қой. Соны мінекей қазір мына жерге полностью бүйтіп тігіп аламыз. Мынау менде кішкене 50 ұзынырақ болып қапты. Дұрыс есептелмеген көрінеді. Сонымен мына жерде 1 сантиметр тігіске беріп отырып, мен жасыл жіппен тігіп жатырмын. Қара болып көрініп тұр. Осыны айландырып отырып, мына каждый несін тура бүйтіп келтіріп тігесіздер өзімен. Потом барып, мына жерге мен екеу жасайтын болдым. Шу слишком дәу. Или мынау жалпақ болып тұр. Көресіздер бұны. Содан кейін мына алдыңғысын мен кішкене ойып жібердім. Мына жаққа салғанға. Қазір мына тік болғаннан кейін мына жерін 1 сантиметр былайынан кесейін деп тұрмын, тағы да былай қараймын. Чтоб мына үстіңгі жағы жабыстыратындай.
Так, мінекей қоржын почти дайын. Қазір суреттерін, моншақтарын ыстық клеймен жабыстырып шығамын. Ел болмаса, мынаны көріп тұрсаңыздар, тесіктер бар, осымен тігіп жіберсе де болады. Бірақ ыстық клеймен ұстасам, мына фетрға жақсы қатты жабылады, ұсталынады. Былай осылай үшеу жасаймын, наверное. Қалай шыққан. Біздің қоржындарымыз дайын болды. Мінекей садикке ма, бастаушыға ма, осындай ойыншық сияқты қоржындар. Фетрдан.